Рағыт сүресі. Рахман, әрі аса рахымды Алланың атымен бастаймын. Әлиф, ләм, мим, ра. Құранның ішіндегі және осы сүредегі барлық сөздер саған түскен кітаптың аяттары. Саған Раббыңнан түскен бұл Құран ақиқаттың нақ өзі. Алайда адамдардың көбі бәрібір иман етпейді. Алла күллі аспан әлемін өздерің көріп тұрғандай тіреусіз көтерді. Содан кейін аршқа истауа етті. Яғни аршқа шексіз билігін жүргізді. Аршпен бірге күллі жаратылыс атаулыны толық меңгеріп, шексіз үкімін жүргізді. Күн мен айды сендерге қызмет еттіру үшін өзіне бағынышты қылды. Олардың әрбірі өзі үшін алдын ала белгіленген ақтық сәтке дейін көк жүзінде жүзіп кетіп барады. Ол күндердің күнінде Раббыларыңа қауышатындықтарыңа еш күмәнсіз иман етулерің үшін белгілі бір жүйеге негізделген болмыстағы барлық істерді өзі жүргізуде, бәрін қадағалап басқаруда, әрі ақиқаттың барлық белгілері мен дәлелдерін жан-жақты ашып түсіндіруде. Сондай-ақ ол жерді кеңінен жайды, және оның ішінен қазықтай қағылған тауларды көтеріп, өзендер ағызды, ондағы әрбір жемісті жұп-жұбымен жаратты, һәм үнемі күндізді түнмен бүркеуде. Міне осылардың бәрінде ойланатын қауым үшін сөзсіз көптеген белгілер мен дәлелдер бар. Жер бетінде іргелес, алайда біріне-бірі ұқсамайтын құрлықтар бар. Сондай-ақ әр алуан жүзім баулары, егістік алқаптары мен бір түптен бірнешеу болып шығатын немесе дара біткен құрма ағаштары бар. Осылардың барлығы бір сумен суғарылады. Алайда біз оларды дәмі, иісі, түр-түсі, нәрлілігі мен сапасы жағынан әр түрлі етіп бірінен бірін артық қыламыз. Міне осылардың бәрінде ақылға салып ойланатын қауым үшін сөзсіз көптеген белгілер мен дәлелдер бар. Уа Мұхаммед, егер таңғалар болсаң, сонда біз шіріп топыраққа айналғаннан кейін тірілеміз бе дейтіндердің сөзіне таңғалу керек. Міне солар Раббыларына күпірлік қылғандар, әрі олар мойындарына өздерін тозаққа сүйрейтін ажырғы салынған бейбақтар. Олар тозақтықтар. Олар сонда мәңгі бақи қалады. Олар саған, қане бізді қорқытқан азабыңды тезірек келтірші деп, бастарына жақсылықтан бұрын жамандықтың тезірек келгенін тілейді. Әйтсе де олардан бұрын өмір сүріп лайықты жазасын тартқан күнәһар қауымдар сияқты ғибратқа толы талай мысалдар шынымен орын алған болатын. Алайда Раббың адамдар қанша жерден зұлымдық істесе де оларға кешірімді. Расында Раббыңның жазасы тым қатты. Күпірлік қылғандар, пайғамбармын деп жүрген бұл кісіге Раббысынан анық дәлел түсуі тиіс емес пе дейді. Уа Мұхаммед, сен тек ескертушісің. Әр қауымның тура жолға бастайтын бір жол басшысы бар. Алла әрбір ұрғашы жыныстың не көтергенін, құрсақтардың нені кемітіп, нені арттыратынын, нені түсіріп, яғни қай құрсақтың түсік тастап, немесе ай күні толмай босанатынын, нені мерзімінен асырып жіберетінін толық біледі. Оның құзырында барлық нәрсе өлшеулі. Ол ғайыпты да, жарияны да, яғни сезім мүшелерімен сезіп білу мүмкін емес тылсым әлемді де, жария әлемді де толық білуші. Ол ұлы да асқақ. Араларыңнан сөзін құпия түрде айтқанда, ашық айтқанда, немесе түн ішінде жасырынғанда,
күндіз ашықтан ашық бой көрсеткен де ол үшін бірдей. Расында, Алла қандай да бір қауым өз ішінде өзгермейінше, Алла ол қауымды өзгертпейді. Алланың әмірімен оны, адамды, алдынан да, артынан да алма-кезек бақылайтын, һәм қорғайтын, не істеп, не қойғанын түгел жазып отыратын періштелер бар. Қандай да бір қауым өз ішінде, рухани тұрғыдан жұтап, өзгермейінше Алла ол қауымды өзгертпейді. Яғни, жамандыққа душар етпейді. Егер Алла бір қауымның басына қандай да бір жамандықтың келуін қаласа, оның бетін ешкімде қайтара алмайды. Адамдарға Алладан өзге қамқор болатын ешкім жоқ. Ол сендерге найзағайда һәм үрей сыйлайтын, һәм үміт отын жағатындай етіп көрсетеді, әрі қорғасындай ауыр сауын бұлттарды жаратады. Күннің күркірі оны мінсіз, кемшілік атаулыдан ада һәм ұлы екенін айтып мадақтайды. Періштелер де оны ерекше құрметпен әрі қорқау отырып ұлықтайды. Сондай-ақ ол қалағанының төбесіне жай түсіреді. Сонда да кәпірлер Аллаға қатысты мәселелерде сөз таластыруда. Анығында оның жазасы тым қатты. Қабыл болатын дұға, оған оқылған дұға. Мүшріктердің оны былай қалдырып дұға етіп жалбарынған пұттары олардың бірде-бір дұғасына жауап бере алмайды. Алладан өзге жалбарынғанның жай-күйі, аузыма су құйылсын деп, алдындағы бұлаққа қос алақанын жайған күйде отырған адамға ұқсайды. Алайда, ол солай тұра берсе, су оның аузына әсте жетпейді. Міне, кәпірлердің дұға мінәжаты дәл сондай бекершілік, жауапсыз қалатын дұға одан басқа түк емес. Күллі аспан әлеміндегі және жердегі жаратылыс атаулы, тіпті олардың көлеңкесі де ерікті һәм еріксіз түрде ертелі-кеш Аллаға құлдық ұрып, сәжде етуде. Уа Мұхаммед, енді олардан, күллі аспан әлемі мен жердің Раббысы, оларды жоқтан жаратып, белгілі жүйеге салған һәм біріне тіреу болып тұрған кім деп сұраса, олар амалсыздан Алла деп жауап беретіндіктен, бұл сұрағыңа өзің-ақ жауап беріп, Алла деп айт. Оларға, сонда сендер оны былай қойып, өздеріне пайда да келдіре алмайтын, тіпті өз бастарына төнген бәленің бетін де қайтара алмайтын бір қатар қамқор ие әрі дос тауып алдыңдар ма де. Сондай-ақ олардан соқыр мен көретін адам тең бе, қараңғы түнектер мен жарық нұр тең бе деп сұра. Әлде олар Алланың жаратқанындай жарата алатын, Аллаға тең келетін бір қатар серіктерді тапқандықтан, жаратушы олардың басын қатырып, нағыз жаратушының кім екенін біле алмай дал болып жүрме. Оларға Алла барлық нәрсенің жаратушысы, ол жалғыз әрі бәрінен үстем деп айт. Ол аспаннан жауын жаудырды, сөйтіп сай-саладағы өзендер мен жылғалар әрқайсысы арнасына, көлеміне қарай тасып ағады. Тасып аққан су бетіндегі көпіріп шыққан көбіктерді ағызып әкетеді. Сондай-ақ адамдардың әшекей немесе басқа да бұйымдарды жасату үшін отқа қойып балқытқан түрлі түсті кендерден де сондай көбік шығады. Міне, Алла ақиқат пен жалғанды мынандай мысал келтіру арқылы түсіндіреді. Көбік көп замаяқ жоқ болады. Ал адамдардың пайдасына жарайтын өзек болса, жерде тұрақтап қалады. Міне, Алла осылайша мысалдар келтіреді. Раббыларының шақыруын қабыл алғандарға ең керемет сый жәннат бар. Ал оның шақыруын қабыл алмағандарға келсек, олар күндердің күнінде дүниенің бар байлығы мен ондағы шексіз мүмкіндіктер және соның тағы да бір есесі өздерінің ғана қолында болса, бастарына келетін ауыр азаптан құтылу үшін соның бәрін өтем ретінде төлер еді. Міне солар
қатаң жауапқа тартылады. Олардың ақырында барып паналайтын жері жаһаннам. Ол қандай жаман жатақ десеңізші. Уа Мұхаммед, саған Раббыңнан түсірілген Құранның хақ екенін білетін адам мен көкірегі көр, көңілі соқыр адам тең бе? Дегенмен ақылы һәм түсінігі барлар ғана ойланып ғибрат алады. Аллаға берген уәдесінде тұратындар мен сертті бұзбайтындар міне солар. Олар Алланың үзбей жалғастырыңдар деп бұйырған адамдар арасындағы туыстық, достық сынды қарым-қатынастарды үзбей жалғастырады. Раббыларынан шын именет, һәм қатаң жауаптан қатаң түрде жауапқа тартылудан қорқады. Сондай-ақ олар Раббыларының разылығына бөленуді көксеп, Алла жолында жүріп тап болған әрбір қиындыққа сабырлылық танытып, намазды кемеліне жеткізіп үзбей оқиды. Өздеріне біз ризық етіп берген мал-мүлік, күш-қуат, ақыл-парасат, білім, тағы сол сияқты нығметтерден Алла жолында жасырын һәм жария түрде жұмсайды, және жамандықтың қарымын әрдайым жақсылықпен қайтарады. Міне, сондықтан да шаттыққа тола. Ақирет мекені солардың еншісінде. Қисапсыз, нығметке толы мәңгілік шаттық мекені. Адын жұмақтары. Бұл жұмақтарға олармен бірге әке-шешесі, ата-бабалары, жұбайлары және ұрпақтарының арасындағы ізгі жандар да кіреді. Періштелер әр есіктен кіріп келіп, оларға былай деп тіл қатады. Дүниедегі қиыншылықтарға сабырлық танытқандарың үшін сендерге сәләмун алейкум деп тыныштық, есендік тілейміз. Осынау ақырғы ақирет мекені қандай керемет. Ал Аллаға иман келтіріп, пайғамбарға толық бағынуға қатысты Аллаға берген уәдесінде тұрмай сертін бұзғандарға, Алла бұйырған туыстық, достық қарым-қатынастарды үзіп, азғындыққа бастап жер бетінде лаң салып, бүлік шығарғандарға келсек, олардың сыбағасы лағнет, Алланың рахымынан мәңгілікке аласталу және ең жаман мекен тозақ болмақ. Алла белгілі хикметтерге байланысты әрі дүние сынақ мекені болғандықтан, қалағанына ризық несібені молынан береді, қалағанына аз әрі өлшеп береді. Алайда олар мұның парқына бармағандықтан, дүниенің қу тіршілігіне мәз болып, қонышынан басып жүр. Әйтсе де, дүниенің қу тіршілігі ақыретпен салыстырғанда, көзді ашып жұмғанша өте шығатын баянсыз қызық қана. Көпірлік қылғандар, пайғамбармын деп жүрген бұл кісіге Раббысынан анық дәлел түсуі тиіс емес пе дейді. Оларға Алла қалағанын адастырады және өзіне бар ықыласымен бет бұрғанды тура жолға салады деп айт. Міне солар иман келтірген, әрі Алланы еске алу арқылы жүректері жай табатын ізгі жандар. Ендеше біліп қойыңдар. Жүректер Алланы еске алу арқылы ғана жай тауып, толық қанағаттанады. Иә, олар иман келтіріп көптеген игі істер атқарды. Олар қандай бақытты. Ақырында баратын ең керемет мекен де соларға тән. Уа Мұхаммед, осылайша өзіңе уахи етілген кітапты Рахманға көпірлік келтірген қауымға оқып, түсіндіріп беруің үшін сені өздерінен бұрын талай үмбеттер өткен сол бір үмбетке пайғамбар етіп жібердік. Ендеше ол Рахман, менің Раббым, одан басқа құдай жоқ. Оған ғана тәуекел еттім және түбінде оған қайтамын деп айт. Құранның қасиеті сол. Егер кәпірлерді иманға келтіру үшін мұғжиза ретінде таулар көшірілетін, яки жер тілім-тілім болып жарылатын, немесе өлілерге тіл бітірілетін болса, мұның бәрі тек Құран арқылы жүзеге асар еді. Анығында, жаратылыс атаулыға, адамзатқа қатысты бар өкім бір Аллаға ғана тән. Ол не бұйырам,
қандай үкім шығарам десе де өзі біледі. Егер Алла қаласа күллі адамзатты жаппай тура жолға салар еді. Иман келтіргендер соны әлі күнге дейін білмей ме? Әлде олардың енді ешкім иманға келмейді деп үміті үзілді ме? Сонымен қатар, Алланың уағдасы орындалғанға, қиямет орнағанға дейін өз қолымен істеген істерінің, өздері орнатқан ережелер мен жүйелерінің кесірінен көпірлік қылғандардың басына бәле жауат немесе мекендері де жанап өтетін бәледен аман қалмайды. Шүбәсіз, Алла уәдесінен таймайды. Уа Мұхаммед, шүбәсіз сенен бұрында көптеген пайғамбарлар тәлкекке ұшыраған. Алайда мен көпірлік қылғандарды бірден жазаламай, райынан қайтып тәубесіне келсін деп біраз уақыт мұрсат бердім. Содан соң олардың сазайын бердім. Сонда олар менің жазамның қандай екенін көрді. Әрбір адамның не істеп, не қойып жүргенін, қандай сауап алып, нендей күнәға батып жүргенін толық көріп бақылаушы Алла олардың сазайын бере алмай ма? Һәм олар Аллаға серік қосуда. Ол мүшріктерге ендеше оларды, яғни Аллаға серік етіп қосқандарыңды Құдай деп атағаннан шынымен Құдай болып кететін болса, солай атай беріңдер. Не болмаса, сендер Алланы жер жаһанда шынымен бар болған, алайда ол білмейтін бір ақиқаттан хабардар етейін деп бедіңдер, жоқ әлде ойдан шығарылған бос сөзге алданып жүрсіңдер ме деп айт. Анығында көпірлік қылғандарға, істеген қулық сұмдықтары, құрған тұзақтары шайтан тарапынан безендіріліп, кереметті етіп көрсетілуде, һәм олар осылайша тура жолдан қақпайлануда. Алла кімде-кімді адастырса, оны тура жолға ешкім сала алмайды. Олар үшін бұл дүниеде азап бар, ал ақирет азабы болса сөзсіз одан әлде қайда ауыр. Оларды Алладан қорғап қалатында ешкім жоқ. Тақуа жандарға уәде етілген жәннат бақшаларының мысалы мынандай. Бау бақшаларының және зәулім сарайларының іргесінен өзендер ағып жатады. Жемістері сияқты көлеңкелер де мәңгілік. Міне Аллаға асылық қылудан сақтанған тақуа жандардың ақыры осындай, ал кәпірлердің ақыры тозақ оты. Уа Мұхаммед, бізден бұрын соңды кітап алғандар саған түсірілген Құранға қуанады. Алайда сол топтардың арасында Құранның бір бөлігін жоққа шығаратындар да бар. Ендеше сен оларға, мен тек қана бір Аллаға құлшылық етіп, оған еш нәрсені серік етіп қоспауға бұйырылдым. Мен тек оған шақырамын және оған қайтамын деп айт. Міне осылайша бұл Құранды араб тілінде ақырғы үкім және хикмет бастауы ретінде түсірдік. Олай болса, өзіңе осыншама ілім келгеннен кейін, солардың, яғни Құранды мойындамаған кітап иелерінің қалауына еріп, айтқанымен жүретін болсаң, ондай жағдайда саған Алла тарапынан ешбір қамқор дос та қорған да жоқ. Сенен бұрында талай пайғамбар жібердік, һәм оларға да жар сүюді, ұрпақ сүюді нәсіп еттік. Сондай-ақ ешбір пайғамбар Алланың рұқсатынсыз бірде-бір мұғжиза көрсеткен емес. Әр кезеңнің жазылған кітабы, өз жазмышы, әр істің белгілі межесі, әр меженің үкімі бар. Алла жазғанымен үкімдерінің ішінен қалағанын өшіреді, қалағанын сол күйі қалдырады. Негізгі кітап Ләухул Махфуз оның құзырында. Уа Мұхаммед, оларға уәде еткен азабымыздың кейбірін көзінің тірісінде саған көрсететін болсақ, яки көрсетпей-ақ, сені о дүниеге аттандырсақ не өзгереді дейсің? Сенің міндетің тек қана ақиқатты жеткізу, ал жауапқа тартып, әркімге лайықты қарымын қайтару, лайықты сыйын немесе жазасын беру біздің ісіміз. Сондай-ақ ол, кәпірлер, біздің шексіз ілімімізді, қалауымызды және құдіретімізді жерге бағыттап,
жерді жан жағынан бірте-бірте кемітіп, қусырып келе жатқанымызда, яғни хақ дін исламның күн санап күшейіп, жер бетіне бірте-бірте жайылып, күш алып келе жатқанын, һәм өз жерлерінің күн санап кеміп, тарылып бара жатқанын көрмей ме? Алла үкім шығарады. Оның үкімінің соңына түсіп, өзгерте алатын немесе жойып жібере алатын ешкім жоқ. Сондай-ақ ол жауапқа өте жылдам тартушы. Олардан бұрынғылар да айла амалдың, қулық сұмдықтың түр-түрін істеп баққан еді. Алайда амал атаулының барлығы Алланың қолында. Ол барлық айла амалдарды, тұзақтарды түкке тұрғысыз етіп, әркез өз үкімін жүргізеді. Һәм әрбір жанның не істеп, не қойып, қандай сауап алып, нендей күнәға батып жүргенін жақсы біледі. Кәпірлер бұл дүниеде кімнің ақырының жақсы боларын әлі-ақ біледі. Күпірлік қылғандар саған, сен арнайы жіберілген пайғамбар емессің дейді. Оларға, мен сендердің араларыңда бір Алланың куә болғаны жеткілікті. Сондай-ақ, иләһи кітаптан сусындаған ілім иелерінің де куәлігі жетіп артылады деп айт.